Өркениетті қоғаммен қашанда қатар тілге алынатын кітапхана туралы тәуелсіз еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 21 ғасыр мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры, бар білімнің қайнар көзі кітапхана деген ұлағатты сөз айтқан болатын. Осындай киелі ордалардың бірі Қарғалы аудандық кітапханасы өз жұмысын Бадамша ауылында 1967 жылдан бастаған. Кітапхана меңгерушілері Пагуля Киршман, Тышко, Маруева, Штейнки, Пехота. Тәуелсіздік жылдарында кітапханаға басшылық еткен директорлар Логинова Антонина Эновна, Гитаева Несвелді Ғалымжанова және қазіргі таңда басқарып отырған директор Мұсаева Нұргүл Шоқанқызы. Кітапхананың материалдық техникалық базасы кітапхананы компьютерлендіру 1992 жылдан бастап қолға алына бастады. Тәуелсіздік алған жылдары, яғни 1991 жылы кітап қоры 222.783 дана кітапты құраса, соның 19.356 данасы ғана қазақ тілінде жарық көрген әдебиеттер болатын. 2021 жылы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі бойынша кітап қоры 213.338 дана кітапты құраса, қазақ тілінде жарық көрген әдебиеттердің саны 58.371 данаға дейін өсті. 2005 жылы 29 қаңтарда Қарғалы аудандық орталық кітапханасына Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі атауы берілді. Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі бойынша 2008 жылы Ашелсай ауылдық кітапханасына Ашелсай ауылдық модельді кітапханасы, 2014 жылы Әлімбет, Петропавл, Шәмші Қалдаяқов ауылдық кітапханаларына, 2015 жылы Степной ауылдық кітапханасына модельді кітапхана атауы берілді. 2008 жылы Рабис бағдарламасы аудандық орталық кітапханаға, аудандық балалар кітапханасына және Ашелсай ауылдық кітапханаларына, 2014 жылы Әлімбет, Петропавл, Шәмші Қалдаяқов ауылдық кітапханаларына, 2015 жылы Степной ауылдық кітапханасына қондырылып, кітап қоры электронды нұсқаға көшіріле бастады. 2020 жылы Рабис бағдарламасы веб-Рабис бағдарламасына ауыстырылып, қазіргі таңда аудандық орталық кітапхана және аудандық балалар кітапханасы веб-Рабис бағдарламасымен жұмыс жасауда. 2019 жылы кітапхана жанынан коворкинг орталығы ашылды. Бұл орталыққа келушілер орталықта өздерінің сүйікті істерімен айналысып, бос уақыттарын тиімді өткізеді. Кітапханаға оқырмандарды тарту мақсатында әртүрлі тақырыпта іс-шаралар ұйымдастырылады. Осындай шаралардың бірқатарына тоқталып өтсек, 2014 жылы Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасымен бірігіп, кітапхана бала, болашаққа қадам тақырыбында облыстық семинар өткізді. Шараға Ресей Федерациясынан қонақтар шақырылды. 2018 жылы рухани жаңғырудың өзекті бағыты болатын Туған жер бағдарламасы жүзеге асыруда Туған жерге тағзым акциясының аясында Қарабұтақ елді мекенінің бұрынғы тұрғыны Тума талант иесі Серік Саринмен кездесу кеші өтті. Серік Сарин ауыл мектебі мен кітапханасына компьютер жиынтығы мен түрлі түсті принтерді сыйлады. 2018 жылы Астана қаласының 20 жылдығына орай аудандық ауылдық кітапханашылар арасында ең үздік инсталляциялық көрме, аудандық шығармашылық байқауы ұйымдастырылды. Байқау қорытындысы бойынша Бөстөбе ауылдық кітапханасының бас жүлдеге, Степной ауылдық кітапханасы бірінші орынға, Шәмші Қалдаяқов ауылдық модельді кітапханасы екінші орынға, Жосалы және Қосестек ауылдық кітапханалары үшінші орынға ие болып, аудан әкімі тарапынан марапатталды. Астананың 20 жылдық мерейтойы аясында Құтты мекен Ақтөбеден арайлы Астанаға шарасының шеңберінде Ресей Федерациясы Орынбор облысының Ясный қаласында Қарғалы аудандық орталық кітапханасының ұйымдастыруымен Астана бас қала тақырыбында инсталляциялық көрме ұйымдастырылды. Өлкетану бағытында 1690-1772 жылдары аралығында өмір сүрген Сәрке Батырды ұлықтау мақсатында 2019 жылы ел үшін туған ер Сәрке тақырыбында облыстық деңгейде ғылыми танымдық конференция өтті. Осы жылы Жазушылар одағына 85 жыл толуына орай айтыскер ақын, сазгер Талғат Бұрханұлы Тілеулесовпен өмірі өлеңмен өрілген тақырыбында танымал ақын Гүлжайнар Нәренқызы Қалдинамен жүрегі поэзиямен егіз қыз тақырыбында кездесу кеші ұйымдастырылды. 2020 жылы аудан кітапханашылары арасында кітапханашының бір күні аудандық байқауы ұйымдастырылды. Жеңімпаздар дипломдар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аудандық деңгейде менің ауылым, менің құтты мекенім тақырыбында бейнеролик жасау байқауы ұйымдастырып, жүлдегерлер тиісінше марапатқа ие болды.
Ауданда жыл сайын аудан оқырмандары арасында үздік жыл оқырманы байқауы ұйымдастырылады. 2020 жылы үздік жыл оқырманы 2020 атағын Шамшы Қалдаяқов модельді ауылдық кітапханасының оқырманы Отаралина Шолпан иеленді. 2021 жылдан бастап аудандық кітапхана оқылайық жобасы аясында жүзеге асыра бастады. Жоба бойынша ай сайын бір ақын жазушының шығармасы таңдалып алынады. Бір ай көлемінде таңдалған шығарма оқырмандар арасында оқылады. Ай соңында қорытынды ретінде шығарма бойынша тест тапсырмалары құралады. Ең жылдам әрі дұрыс жауап берген оқырмандар сәйкесінше орындармен марапатталады. Келесі айға жаңа шығарма таңдалып, жоба осылай жалғасын табады. 1-31 наурыз аралығында аудандық оқылайық жобасы аясында Мұхтар Мағауиннің Аласапран романы оқуға таңдалып алынған болатын. Жоба қатысушылары арасында онлайн түрде тест жұмысы жүргізілді. Тестілеу нәтижесі бойынша Степной ауылының тұрғыны Мұханов Дәурен Жолманұлы жүлделі 1-ші орынға, Бадамшы ауылының тұрғыны Гусманова Зайра Есентаевна 2-ші орынға, Бадамшы ауылының тұрғыны Сансызбаева Қарлығаш Есенбайқызы 3-ші орынға ие болды. 6 сәуір 6 мамыр уақыт аралығында оқылайық жобасы аясында Тахауи Ахтановтың Шырағың сөнбесін романы оқуға ұсынылып, 9 май жеңіс күні қарсаңында роман бойынша жоба қатысушылары арасында тест жұмысы ұйымдастырылды. Тест қорытындысы бойынша жоба қатысушылары арасынан үздік болып, оқ бойы озып шыққандар Қосестек ауылдық кітапханасының оқырманы Қойшыбаева Диляра Избаскановна 1-ші орын, Великов ауылдық кітапханасының оқырманы Жұмагалиев Қайыржан Ракашевич 2-ші орын, Шамшы Қалдаяқов ауылдық модельдік кітапханасының оқырманы Турабаева Сабыржан Абильясович 3-ші орын, Степной ауылдық модельдік кітапханасының оқырманы Жолбоснова Айгерім Нұртаевна ынталандыру сыйлығына иегері атанды. 15 маусым 15 шілде аралығында таңдалып алынған оқуға ұсынылған Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы бойынша өткізілген тестілеу нәтижесі негізінде Шамшы Қалдаяқов модельді ауылдық кітапханасының оқырманы Жакешева Маздақ 1-ші орынға, Қайрақты ауылдық кітапханасының оқырманы Сатубалдина Сұрымгүл 2-ші орынға, Қосестек ауылдық кітапханасының оқырманы Сүлейменова Айгүл 3-ші орынға, Жосалы ауылдық кітапханасының оқырманы Сүлейменова Ботагөз ынталандыру сыйлығына ие болды. Қарғалы аудандық орталық кітапханасы Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы тарапынан 2013 жылы ұйымдастырылған оқитын өлке облыстық акциясы аясында Тахауи Ахтановтың шығармашылығына арналған үздік әдістемелік құрал байқауына қатысып, алғыс хатпен марапатталды. 2015 жылы Ақтөбе облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасы тарапынан үздік аудандық кітапхана деп танылып, үздік аудандық кітапхана 2015 марапатын жеңіп алды. 2017 жылы Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы тарапынан ұйымдастырылған рухани жаңғыру кітапханалық ақпараттық кеңістікті қалыптастыру атты облыстық зерделі кеңесте рухани жаңғыру аясындағы кітапхананың жарқын болашағы тақырыбындағы шығармашылық жұмыспен қатысқаны үшін сертификатпен марапатталды. 2018 жылы Ақтөбе облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасы тарапынан ұйымдастырылған мәдениет және өнер саласы ұйымдары мен қызметкерлерінің облыстық рухани қазына фестиваліне диплом, оқу әлеміндегі оқырман ұлт номинациясымен және 50 000 теңгелік сертификатпен марапатталды. 2018 жылы Ақтөбе облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасы тарапынан ұйымдастырылған ең үздік инсталляциялық көрме атты облыстық шығармашылық байқауға қатысып, диплом, кітапханалық жарнама үздігі номинациясымен марапатталды. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Астананың 20 жылдығына арнап Ақтөбе жыр құшағына аймақтық байқауын ұйымдастырды. Байқауға аудандық балалар кітапханасының тұрақты оқырманы Сатыбалдиева Жұлдыз қатысып, жүлделі 3-ші орынмен марапатталды. 2021 жылы Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасының ұйымдастыруымен өткен Ақтөбе жыр құшағында Батыс Қазақстан аймақтық балалар поэзиясы байқауына аудандық балалар кітапханасының тұрақты оқырманы Боранбаева Шамшырақ қатысып, жүлделі 2-ші орынмен марапатталды.
Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы тарапынан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 2021 жылдың 1-14 қыркүйек аралығында өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен тіл мәртебесі, ұлт мерейі атты облыстық мүшәйра байқауына Шамшы Қалдаяқов модельді ауылдық кітапханасының оқырманы Тажбаганбетова Елена Николаевна қатысып, жүлделі бірінші орынға ие болды. 2021 жылы Қобда аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен Қобда аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі ұйымдастырған Мақатаев оқулары облыстық байқауына Степной модельді ауылдық кітапханасының оқырманы Алмұханова Гүлназ бірінші орынға ие болды. Қобда аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен Қобда аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі ұйымдастырған Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай жыл алыбы Жамбыл облыстық онлайн мәнерлеп оқу байқауында Әлімбет модельді ауылдық кітапханасының оқырманы Тарғын Мақсат бірінші орынға ие болды. Сонымен қатар Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің бірқатар кітапханашылары облыс мәдениетіне қосқан үлестері үшін Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы облыс әкімі тарапынан алғыс хаттармен марапатталса, бірнеше кітапхана қызметкері Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасының басшысы тарапынан кітапхана имиджі мен қоғамдағы кітапхананың әлеуметтік мәртебесін арттыру мақсатында халықты ақпаратпен қамтамасыз ету және өлкелік жұмыстарды дамытып, өңір руханиятына қосқан үлестері үшін алғыс хаттармен марапатталды. Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің екі қызметкері Сахановская Светлана Петровна және Слинченко Валентина Александровна республикалық Қазақстандық кітапханалық одақ заңды тұлғалар бірлестігі тарапынан кітапхана ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталды. Жыл сайын кітап қоры оқырмандардың сұранысы мен талабы бойынша жаңарып, толықтырылып отырады. Сондықтан да кітапхананың жұмысы күнделікті ақпараттың және жаңалықтың алаңы ретінде оқырмандарға қалтықсыз қызмет ету аясын кеңейту жолдарын іздестіріп, әрбір қазақстандық азаматтың рухани өсуіне мол үлес қосып, рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда аянбай еңбек етуге тиісті. Президент жолдауы және уақыт талабы бізді осыған міндеттейді.